Қараңғы жазғы бір түні алтын тас лагерінде 4 бала күні бойы олар темекі шекпеген еді. Түнде жақсылап рахаттанып темекінің бәрін шегіп аламыз деп өз бөлмелерінен тығылып шықты да орманға қарай жөнелді. Бір уақытта қамыстың арасынан белгісіз үн шыға бастайды. Төртеуі өз арасы келісіп, біреуін сол қамыстың арасын қарап келсін деп жібереді. Бірнеше минуттан кейін қамыстың арасынан Көмектесіңдер, өтінемін. қалған 3 бала шошығандықтан бірден өз бөлмелеріне қаша жөнелді. Бажадайлар дауысты естіп не болып жатқанын түсінуге тырысты. Олар түнімен фонариктерін жағып орманды айналып шықты, бірақ ештеңе таба алмады. Таңертең баланың жансыз денесі қалың қарағайдың бұтағында ілініп тұрды. Бас сүйегі оның 2 бөлінген және ішінде миы болмаған. Бұндай хайуандыққа кім баратынын Құдай біледі. Полициялар бірнеше ай қылмыскерді іздеп, бірақ ешқандай айғақ таба алмады. Бұл оқиғадан соң балдарға бөлмелерінен шығуға қатаң тыйым салынды. Вожатыйлар түнімен лагерь шекарасын патрулировать етіп жүрді. 4-ші отрядта Асхат деген ақылсыз, есінен адасқан бала болған. Мен ештеңеден қорықпаймын. Мұнда менен басқа бәрі қорқақ. Деп бөлмесінен ешкімге білдіртпей шығып лагердің ішінде жүре берді. Бір уақытта белгісіз біреу оның басынан ұстап алып таудың үстіне сүйрей бастады. Содан соң қолына ұшты бір нәрсе алып баланың бас сүйегін 2 бөле бастады. Баланың дауысы бүткіл лагерді дүрсілдетті. Бұл уақытта 3 вертолет прожекторларымен бүткіл лагерді тексере бастады. Ақыр соңында оны тапты. 30 жыл бұрын лагердің қасындағы ауылда бір әйел адам кейіпсіз оңбаған кеміс сәбиді дүниеге әкелді. Анасы сәбисін көріп қорыққандықтан оны орманға апарып көміп тастады. Қалай екенін білмеймін, бірақ сәби тірі қалды. Көбісі айтады, оны тиіндер өсіріп бағып ағашқа шығып өрмелеуді үйретті. Оның түрі әлбетте шынымен үлкен тиынға айнымайды. Ол теректің үстінде өмір сүрген. Бұл орманда жаңғақтар аз болғандықтан лагерь бүлдіршіндерін бас сүйегін жарып миын жейтін болған. Егер де бала ақылды болса, оның миы майлы және тәтті, ол оны жеп қояды. Ақылсыз баланың миы ащы болғандықтан ол оны жемейді. Солай Асхат тірі қалды. Сендерге бұл бейнеролик ұнаса лайк басыңдар, менің каналыма жазылыңдар. Сіздерге рахмет. Көріскенше.